Бізде мына жерге Алматы қаласындағы ғылым ордасына прокурорлардың ашық есігі болып жатыр дегеннен кейін келгенбіз. Бірақ бұл жерден бізді Медеу ауданының прокуратурасы 1 жылдан бері қабылдауына кіре алмай жүрген болатынбыз. Енді мына жерде прокурордың қызметкерлері міне анау түрін көрсетпей кетіп бара жатыр. Мен видеоны қосқаннан өзім машинамен алып барып прокурордың қабылдауына кіргіземін деп алып кетіп бара жатыр. Бұл жерде неге бізді бұл жерден тезірек кеттіргісі келіп жатқаны түсініксіз болып тұр. Енді не болса да прокурордың алдына барып қабылдауына кіріп мән-жайды айтып біз көреміз. Медеу ауданы прокуратурасына алып бара жатыр мына кісі. Аты жөніңізді айта салыңызшы. Кенчимбаев Мадияр. Осы кісі мына жақында ғана кірген екен. Енді бұл кісі біздің есімізден ешқандай хабары жоқ. Бұрынғы басшылар іште тұр, осы кісіні жүгіртіп жіберіп жатыр. Тиянақты бәрін білу үшін де мен Айбек Марашты шақырайын, тергеушіні шақырайын, олардың басшыларын шақырайын. Отырып, мына іске өз тарапынан баға беріп, саналып сіздерді шақырып түсіндірейін. Не себептен осылай қысқарып бар? Мен жаңа Аидаға жібердім, Жокенші, сол мен арызды шығарыңыздар. Біздерді қаруда қазір. Сіз былай жасаңыз. Бұл кісілер айтып тұрған сөздерінің жаны бар. Заң бұзушылық фактылар болса, Елтоповтың үстінен қадағалау актісін енгізіңіздер. Біріншіден. Екіншіден. Жаңа қасында жүрген адамдар танымайтында бұрын сотталған азаматтар деп отыр. Бақыт мырза. Олардың аты жөнін, іс қимылына бәріне баға берейік. Может бұрын сотталған, может бәлкім іздеуде жүрген біреулер шығар. Мына біздің есік әрқашан ашық.